Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айман биыл 55-ті толтырса да, өзін әлі де сергек сезінетін. Қалада өмір сүріп жүргеніне көп жыл болды. Балалары өсіп, өз өмірмен кеткен. Күйеуі бірнеше жыл бұрын қайтыс болғаннан кейін, оның өмірі біршама тынышталып қалған еді. Күнделікті жұмыс, үй, анда-санда туыстармен сөйлесу, бәрі бір қалыпты. Бір күні әпкесі телефон соқты. Айман, біраз уақыт ауылға келіп кетсеңші, денсаулығым соңғы кезде мәз емес, деді шаршаған дауысымен. Айман көп ойланбады. Көптен бері туған ауылына бармаған. Бала күнгі көшелерді, таныс адамдарды сағынғанын сол сәтте ғана түсінді. 2 күннен кейін ол жолға шықты. Кешке қарай автобус ауылға кіріп келгенде, Айман терезеден сыртқа ұзақ қарап отырды. Бәрі өзгермегендей көрінді. Ескі дүкен, шаң басқан жол, мектептің алдына тұрған биік теректер. Автобустан түскен кезде оны әпкесі Гүлнәр күлімсіреп қарсы алды. Айман, келдің бе ақыры? Деп құшақтап алды. Қалайсың апа? Даусың шашаңқы естілген соң ойымдап кеттім, деді Айман. Жай ғой, жас келген соң бәрі сезіледі, деп күліп қойды әпкесі. Екеуі үйге қарай жүрді. Үй бұрынғыдай жылы, таныс иіс аңқып тұрды. Айман кіре сала бала күнгі естеліктерін есіне түсіріп, үйдің әр бұрышына қарап шықты. Сол кезде сырттан есік сықырлап ашылды. Айман бұрылып қарады. Есіктен ұзын бойлы, ығы кең ер адам кіріп келе жатты. Шашына ақ араласа бастағанмен, жүзі әлде нық, көзі өткір. Бұл Ерлан еді. Оның жездесі. Айман оны соңғы рет шамамен 10 жыл бұрын ғана көрген. «О, Айман келді ме?» деді Ерлан таңырқап. «Иә, жезде, келіп қалдым», деді Айман сәл қысылып. Ерлан жақындап келіп қолын ұсынды. «Қалайсың, өзгермепсің ғой?» Айман күлімсірегенмен, оның көзқарасынан бір түрлі нәрсе сезді. Ерлан бұрынғыдай емес, сәл ұзақ қарап тұрғандай. «Қала саған жарасады екен», деді ол. «Қойыншы, жезде, жас қайтты ғой», деп Айман күліп жіберді. «Жоқ, шынымен айтып тұрмын», Гүлнәр асиден дауыстады. «Әй, сендер есік алдында тұрмай ішке кіріңдер». Кешкі асқа бәрі дастархан басына жинауда. Әпкесі самауырын қойып, бауырсақ пен ет әкелді. Әңгіме бірден қызып кетті. Ерлан ауыл жаңалықтарын айтып отырды. «Биыл жаңадан жол салып жатыр, ауыл біраз өзгерейін деп тұр», деді ол. Айман тыңдап отырып, кейде оның өзіне қарап отырған байқап қалады. Алғашында мән бермеді, бірақ кеш бойы сол көзқарас бірнеше рет қайталанды. Түнге қарай бәрі тынышталып, үй іші ұйқыға дайындала бастады. Айманға бөлек бөлме берілді. Ол терезені ашып, таза ауыл ауасын жұтып, біраз тұрды. Сол кезде аула жақтан біреудің жүрген дыбысы естілді. Айман терезеден қарады. Ауладағы орындықта Ерлан жалғыз отыр екен. Темекі шегіп отыр. Бір сәтте ол басын көтеріп, терезеге қарады. Екеуінің көздері түйісіп қалды. Айман сәл ыңғайсызданып, пердені тартып жапты. «Мүмкін маған солай көрінген шығар», деп ойлады ол. Бірақ жүрегінде түсініксіз бір сезім пайда болған еді. Ол сол түні ұзақ уақыт ұйықтай алмай жатты. Ал сыртта аулада Ерлан әлде біраз уақыт үнсіз отырды. Оның ойында да бір нәрсе қозғалғандай еді. Айман таңертең ерте оянып кетті. Қаладағыдай көлік шуылы жоқ. Тек аулада жүрген тауықтардың қыт-қыттағаны мен алыстан естілген иттердің үргені ғана тыныштықты бұзып тұр. Ол төсектен тұрып, терезені ашты. Таңғы салқын ауа бөлмені толтырды. Ауылдың иісі дымқыл жер. Жаңа шабылған шөп, самауырын түтіні. Бәрі бала кезін есіне түсірді. Ас үйге шыққанда әпкесі Гүлнәр шай дайындап жүрген. «Ерте тұрдың ғой», деді ол. «Әдет қой, қалада да осы уақытта тұрамын», деп жауап берді Айман. Екеуі шай үстінде біраз әңгімелесті. Гүлнәр денсаулығы туралы айтып, ауылдағы жаңалықтарды бөлісті. Біраздан кейін Ерлан да кірді. «Қайырлы таң», деді ол, дауысы баяу. Айман басын изеп амандасты. Ерлан дастарханға отырып, бір сәт үнсіз қалды. Сосын Айманға қарап, «Қала өмір қалай?» деп сұрады. «Бір қалыпты, жұмыс, үй, басқа ештеңе жоқ», деді Айман. «Жалықтырмай ма?» Айман иығын көтерді. «Кейде жалықтырады». Сол сәтте Ерлан жымия қарап қойды. Айман оның көзқарасын байқап, басқа жаққа қарады. Күн тез өтіп кетті. Түске дейін Айман әпкесіне үй шаруасына көмектесті. Аула сыпырды.
бақшаны аралады. Ауылдағы қарапайым тіршілік оған бір түрлі тыныштық беретін. Кешке қарай күн салқындай бастады. Айман ауладағы орындыққа шығып отырды. Күн батып бара жатқан. Аспан қызғылт түске боялып, ауыл үстіне баяу қараңғылық түсіп жатты. Сол кезде қақпа сықырлап ашылды. Ерлан келді. Ол бірден үйге кірмей, Айман отырған жаққа бұрылды. «Жалғыз отырсың ба?» деді. «Иә, ауа жұтып отырмын». Ерлан орындықтың екінші шетіне отырды. Бірнеше минут екеуі үнсіз отырды. Тек алыстан сиырлардың мөңірегені естіледі. «Айман», деді кенет Ерлан. «Иә? Сен соңғы рет қашан көрдің? 10 жыл болды ма?» «Шамамен солай шығар». Ерлан басын изеді. «Бірақ сен мүлде өзгермепсің». Айман күліп жіберді. «Қойыңызшы, жезде. Айнаға қарап жүрмін ғой». «Жоқ, шынымен айтып тұрмын». Оның даусы бұл жолы салмақты шықты. Айман алғаш рет оның жүзіне тік қарады. Ерланның көзқарасы бұрынғыдай әзіл емес, әлде қайда байсал деді. «Бір нәрсе айтайын ба?» деді ол баяу. Айман сәл таңырқап қалды. «Айтыңыз». Ерлан біраз үнсіз отырды. Сосын төмен қарап сөйлей бастады. «Жас кезімізде сен маған ұнайтынсың». Айман бір сәтке не айтарын білмей қалды. «Қалай?» деді ол абдырап. «Солай. Бірақ сен жас едің. Сосын әпкеңмен таныстым. Өмір солай кетті». Айман жүрегінің соғысы жиілеп кеткен сезді. «Жезде, өткен нәрсені қазбалаудың қажеті жоқ шығар», деді ол абайлап. Ерлан басын көтерді. «Иә, мүмкін». Бірақ ол тағы бір сөз қосты. Бірақ кейде адам ішінде қалған нәрсені айтуы керек екен. Айман орнынан тұрды. «Мен үйге кірейін». Даусы сәл қатқыл шықты. «Айман». Ол тоқтады. «Мен ештеңе талап етіп отырған жоқпын», деді Ерлан. «Тек шындықты айттым». Айман жауап бермеді. Үйге кіріп кетті. Түнде ол тағы да ұйықтай алмады. Ерланның сөздері қайта-қайта ойына орала берді. «Жас кезінде сен маған ұнайтынсың». Ол мұны не үшін айтты? Қарапайым естелік пе? Әлде басқа мағына бар ма? Айман төбеге қарап ұзақ жатты. Ал ауылда тағы да біреу жүргендей дыбыс естілді. Бұл жолы ол терезеге қарамады. Бірақ жүрегі бір түрлі мазасыз күйде еді. Өйткені бұл әңгіме енді жай кездейсоқ сөз емес екенін ол іштей сезе бастаған. Айман үшінші күн таңын тағы да ерте қарсы алды. Бірақ бұл жолы ол сергек емес еді. Түнде бірнеше рет оянып шықты. Ерланның кешегі сөздері санасынан кетпей қойды. «Жас кезінде сен маған ұнайтынсың». Бұл сөздер жай естелік сияқты естілгенімен, оның айтқандағы көзқарасы мүлде басқаша еді. Айман ас үйге шыққанда әпкесі әлдеқашан оянып, самауырын қойып қойған екен. «Ұйқың қалай?» деп сұрады Гүлнәр. «Жақсы», деді Айман қысқа ғана. Ол жездесімен көз түйістірмеуге тырысты. Бірақ дәл сол кезде Ерлан да ас үйге кіріп келді. «Қайырлы таң», деді ол. Айман жай ғана басын изеді. Дастархан басында әңгіме аз болды. Ерлан көбіне үнсіз отырды. Бірақ Айман оның кейде өзіне қарап отырғанын тағы да сезіп отырды. Түстен кейін Гүлнәр кенеттен: «Айман, мен ауданға барып келуім керек, дәрі алуым керек», деді. «Мен барайын ба?» деді Айман. «Жоқ, өзім-ақ барып келем. Сен үйде демалып отыр». Ерлан да сол жерде отыр еді. «Мен де мал қарап келейін», деді ол. Біраздан кейін Гүлнәр көлікке отырып кетіп қалды. Айман үйде жалғыз қалдым деп ойлады. Ол ас үйді жинап, сосын аулаға шықты. Бақшадағы гүлдерді қарап жүрді. Күн жылы, жел жеңіл соғып тұр. Бір кезде артынан аяқ дыбысы естілді. Айман бұрылып қарады. Ерлан екен. «Сен кетіп қалмадыңыз ба?» деді ол, таңырқап. «Маусыларға тапсырма беріп келдім», деді Ерлан. Ол қолын қалтасына салып, Айманға жақындап келді. «Ауыл ұнап жатыр ма?» «Ұнайды, тыныш». «Қалада мұндай тыныштық жоқ шығар?» «Иә, жоқ». Екеуінің арасында тағы да қысқа үнсіздік орнады. Айман өзін бір түрлі сезіне бастады. «Мен үйге кірейін», деді ол. Ол бұрылып жүре бергенде Ерлан дауыс шықты. «Айман, кеше айтқан сөзіме ренжіп қалдың ба?» Айман тоқтады. «Жоқ, жай ғана күтпеген сөз болды». Бірақ ол шындық. Айман терең дем алды. Өткен нәрсені қозғаудың қажеті жоқ жезде. Неге? Айман жауап бермеді. Сол кезде Ерлан тағы бір қадам жақындады. Кейде адам өмірінде айтып үлгермеген нәрселер болады. Айман оның тым жақын тұрғанын байқады. Жүрегі сәл тез соға бастады. «Бұл дұрыс әңгіме емес», деді ол. Ерлан оның көзіне қарап тұрды. «Неге дұрыс емес?»
Өйткені сіз менің әпкемнің күйеуісіз. Бұл сөздерден кейін біраз уақыт үнсіздік орнады. Ерлан ақырын басын изеді. Иә, солай. Бірақ ол кетпеді. Айман алғаш рет оның көзінде әлдебір күрделі сезімді көрді. Бұл жай әзілде емес, жай естелікте емес еді. Сол кезде алыстан көлік дыбысы естілді. Гүлнар қайтып келе жатқан сияқты. Айман бірден жеңіл дем алды. Апа келді, деді ол. Ерлан да қақпа жаққа қарады. Иә, бірақ оның даусында біртүрлі өкініш бар сияқты еді. Айман үйге кіріп кетті. Жүрегі әлі де тынышталар емес. Себебі ол бір нәрсені анық түсінді. Бұл жағдай жай әңгіме емес. Ерланның мойнында басқа нәрсе бар. Ал ең қорқыныштысы, Айман не істеу керегін әлі өзі де білмейтін. Сол кештен бастап Айман жездесімен жалғыз қалмауға тырысатын болды. Бірақ ауыл кішкентай. Бір үйде тұрып бір-бірінен қашу оңай емес еді. Ал ең қауіптісі, бұл жағдай енді ғана басталып жатқан сияқты. Келесі бірнеше күн Айман үшін біртүрлі өтті. Ол жездесімен мүмкіндігінше аз сөйлесуге тырысты. Көбіне әпкесінің жанынан шықпайтын болды. Бірақ үй біреу болғандықтан бәрібір кейде көздері түйісіп қалып жүрді. Ерлан да бұрынғыдай көп сөйлей бермейтін болды. Бірақ оның көзқарасы өзгермеген. Айман соны байқап жүрді. Сол күні түстен кейін аспан күрт бұзылды. Қара бұлттар жиналып, ауыл үстін қараңғылық басып кетті. Жел күшейіп, көп ұзамай нөсер жаңбыр басталды. Гүлнар терезеден сыртқа қарап тұрды. Ой, мына жаңбыр тоқтайтын түрі жоқ қой, деді. Айман да сыртқа көз тастады. Жаңбыр қатты құйып тұр. Бір кезде Гүлнар телефонға қарады. Айман, мен көрші ауылдағы әпкемнің үйіне барып келейін деп едім. Бір шаруасы бар екен. Бірақ мына жаңбыр. Ертең барасыз, деді Айман. Жоқ, бүгін керек дейді. Ерлан, сен мені апарып тастай аласың ба? Ерлан басын изеді. Апарып тастаймын. Бір сағаттан кейін жаңбыр сәл бәсеңдеді. Ерлан көлікті шығарып, Гүлнарды отырғызды. Айман есік алдында тұрды. Ұзақ болмаймын, деді әпкесі. 1-2 сағатта келем. Жарайды апа. Көлік қақпадан шығып кетті. Айман үйге кірді. Үй іші бірден тынышталып қалғандай болды. Жаңбырдың шатырға соққан дыбысы ғана естіледі. Айман ас үйде шай қойып, терезе алдында отырды. 1 сағаттай уақыт өтті. Кенет қақпа сықырлады. Айман таңырқап терезеден қарады. Ерлан келіп тұр. Ол үйге кірді. Апам қайда? Деп сұрады Айман. Көрші ауылда қалады екен бүгін. Туыстары келген екен. Айман бір сәтке үнсіз қалды. Яғни бүгін келмей ме? Иә, үй ішінде біртүрлі тыныштық орнады. Жаңбыр қайтадан күшейе бастады. Айман шай құйды. Шай ішесіз бе? Ішемін. Ерлан дастарханға отырды. Екеуі біраз уақыт үнсіз шай ішті. Бір кезде жарық, бір жанып, бір өшті. Сосын кенет өшіп қалды. Электр кетті, деді Айман. Иә, жаңбырдан шығар. Ерлан орнынан тұрып, шкафтан шам алып шықты. Шамды жағып, үстелдің ортасына қойды. Жұмсақ сары жарық бөлмені әлсіз ғана жарықтандырды. Сол жарықта бөлме мүлде басқаша көрінді. Айман шам жарығында Ерланның өзіне қарап отырғанын байқап қалды. Неге қарап отырсыз? Деді ол. Ерлан жымиып қойды. Бір нәрсе айтайын ба? Айман үндемеді. Сен келгеннен бері үйдің іші өзгеріп кеткен сияқты. Қалай? Тірі сияқты. Айман сәл ыңғайсызданып кетті. Жезде, мұндай сөз айтпаңыз. Неге? Өйткен дұрыс емес. Ерлан бір сәт үнсіз қалды, сосын баяу сөйледі. Айман, мен шын айтып тұрмын. Айман орнынан тұрды. Мен бөлмеме барайын. Ол бұрылып кетпек болғанда Ерланның даусы шықты. 1 минут. Айман тоқтады. Сен мені жаман адам деп ойлап жүрсің бе? Айман баяу бұрылды. Жоқ, бірақ бұл әңгіме дұрыс емес. Ал сезім дұрыс па, бұрыс па деп таңдай ма? Бұл сөз Айманды тосылдырды. Ол не айтарын білмей қалды. Сол сәттен найзағай жарқ етті. Терезе бір сәтке жарқырап кетті. Айман жүрегінің қатты соғып тұрғанын сезді. Үйде екеуі ғана. Сыртта жаңбыр. Найзағай тағы да жарқ етті. Терезеден түскен жарық бір сәтке бөлмені аппақ қылып жіберді. Айман орнында қозғала алмай тұрды. Үйде тек жаңбырдың дыбысы мен шамның әлсіз жарығы ғана бар. Ерлан үстел басында отыр, бірақ оның көзқарасы Айманнан таймайды. Айман, деді ол баяу. Не? Деді Айман, даусы сәл дірілдеп. Сен менен қашып жүрсің. Қашып жүрген жоқпын. Қашып жүрсің. Айман жауап бермеді. Ол жүріп барып терезенің жанында тұрды. Сыртта жаңбыр әлі құйып тұр. Менің келгенім дұрыс болмады, деді ол кенет.
Неге? Білмеймін. Бәрі бір түрлі болып кетті. Ерлан орнынан тұрды. Ол баяу ғана Айман тұрған жаққа қарай жүрді. Айман оның жақындап келе жатқанын сезді. Жүрегі қатты соғып тұр. Айман, деді Ерлан. Иә? Сенің де ішіңде бір нәрсе бар. Айман бірден бұрылды. Жоқ. Бар. Жоқ, жезде. Онда неге менің сөздерім саған тыныштық бермей жүр? Айман үндемей қалды. Бұл сұраққа жауап бар еді, бірақ оны айтуға болмайтын. Ерлан тағы бір қадам жақындады. Екеуінің арасы енді өте жақын. Біз ересек адамдармыз, деді ол. Бір-бірімізді түсінеміз. Айман басын шайқады. Бұл дұрыс емес. Неге бәрін дұрыс пен бұрысқа бөле береміз? Айманның жүрегі бұрынғыдан да қатты соға бастады. Ол бір қадам артқа шегінді, бірақ артында қабырға. Ерлан оның көзінен көз алмай тұр. Сол сәтте тағы бір қатты найзағай жарқ кетті. Айман көзін жұмып алды. Жүрегі дүрсілдеп тұр. Бірнеше секунд үнсіздік өтті. Сосын ол баяу ғана: "Мен бөлмеме барайын", деді. Ерлан жолын бөгемеді. Айман тез басып бөлмесіне кіріп кетті. Есікті жауып, қабырғаға сүйеніп тұрды. Жүрегі әлде тынышталмайды. Не болып бара жатыр? Ол өзіне осы сұрақты қайта-қайта қойды. Түн ұзақ өтті. Жаңбыр бір кезде тоқтады. Айман терезеден сыртқа қарады. Аула қараңғы, тыныш. Бірақ оның ойы тыныш емес еді. Ерланның сөздері санасынан кетпейді. Ал ең қорқыныштысы, ол өзін әлсіз сезіне бастаған. Таңға қарай ғана көз ілінді. Ертеңінде бәрі бұрынғыдай болып көрінді. Гүлнар үйге қайтып келді. Кешегі жаңбыр туралы айтып, күліп жүр. Ерлан да әдеттегідей сабырлы. Бірақ Айман бір нәрсені анық сезді. Кеше түнгі әңгіме жай ғана әңгіме емес. Келесі күндері Айман өзін барынша сабырлы ұстауға тырысты. Әпкесінің жанында бұрынғыдай күліп әңгімелесіп жүр. Бірақ ішіндегі мазасыздық кетпеді. Ерлан да ештеңе болмағандай жүрді. Таңертең мал жайына кетеді. Кешке ғана келеді. Дастархан басында қарапайым әңгіме ғана айтады. Бірақ кейде олардың көздері түйісіп қалады. Сол кезде екеуі де бірден басқа жаққа қарайды. Өйткені екеуі де бір нәрсені жақсы түсінетін. Сол жаңбырлы кештен кейін олардың арасындағы шекара өзгеріп кеткен. Бір күні түстен кейін Гүлнар: "Айман, базарға барып келейік", деді. "Жарайды." Екеуі ауылдың шағын базарына барып келді. Көкөніс, сүт, нан алып, үйге қарай жаяу қайтып келе жатты. Ауыл кішкентай, көбі бір-бірін таниды. Көшенің бұрышында көрші әйел Сәлима апай тұр екен. "Ой, Гүлнар, қаладағы сіңлің келді ме?" деді ол. "Иә, келді." "Жақсы болыпты. Кеше сен жоқ кезде аулаға кіріп шықтым." Айман елең ете қалды. "Неге?" деді Гүлнар. "Ерланды іздеп едім. Бір шаруам бар еді." Гүлнар жай ғана басын изеді. "Табылмады ма?" Сәлима апай сәл ойланып қалды. "Табылды", деді ол. "Аулада біреумен сөйлесіп тұр екен." Айманның жүрегі сәл дүрс ете қалды. "Кіммен?" деп сұрады Гүлнар. "Әйтеуір қараңғы еді. Дәл көрмедім." Сәлима апай бір сәт Айманға қарап қойды. "Мүмкін сен шығарсың, қызым?" Айман бірден жауап берді. "Иә, мен болармын." Гүлнар күліп жіберді. "Иә, Айман ғой. Біз үйде болмадық қой." Сәлима апай да басын изеді. "Иә, сол шығар. Бірақ оның көзқарасында біртүрлі күмән бар сияқты еді." Айман бұл әңгімені тез аяқтағысы келді. "Жарайды апай, біз жүрейік." "Жарайды, айналайындар." Екеуі үйге қарай жүріп кетті. Біраз уақыт үнсіздік болды. Сосын Гүлнар күліп: "Мына Сәлима да қызық. Кішкене нәрсені үлкен қылып айтады", деді. Айман ештеңе демеді, өйткені оның ішінде бір қорқыныш пайда болған еді. Кешке Ерлан үйге келгенде Айман оны байқамай тұра алмады. Сәлима апайдың сөзі ойынан кетпей тұр. Ерлан дастарханға отырды. "Базарға барып келдіңдер ме?" деп сұрады ол. "Иә", деді Гүлнар. "Сәлима апайды көрдік." Ерланның қолы бір сәтке тоқтап қалды. "Иә ме?" "Иә, ол кеше аулаға кіріп шықтым", деді. Ерлан ештеңе демеді. Айман оның көзқарасын байқап қалды. Бірақ бұл жолы олардың көздері ұзақ түйіспеді. Екеуі де бір нәрсені түсінді. Ауылда ештеңе жасырын қалмайды. Біреу байқаса, ертең бүкіл ауыл білуі мүмкін. Ал бұл жағдай ашылып кетсе, ең бірінші болып зардап шегетін адам Гүлнар. Сол түні Айман ұзақ ойланды. Мұны тоқтату керек. Бірақ қалай? Ал ең қиыны, Ерлан бұл әңгімені тоқтатқысы келетін адамға ұқсамайтын. Сәлима апаймен болған әңгімеден кейін Айманның көңілі мүлде тынышталмады. Ауылдың сөзге тез ілігетінін ол жақсы білетін. Біреу бір нәрсе байқаса,
ертеңіне бүкіл ауылға тарайды. Ал ол болса, әпкесінің үйінде жүр. Бұл ой оның жанын ауыртты. Сол түні ол ұзақ ойланды, бір шешімге келді. Бұл әңгімені тоқтату керек. Ерланмен ашық сөйлесу керек. Келесі күні түстен кейін Гүлнар көршіге кеткен. Бір әйелдің туған күні бар екен. Кешке дейін келем, деді ол. Айман басын изеді. Үй тағы да тынышталып қалды. Айман аулаға шығып, бақшаның жанындағы орындыққа отырды. Күн ыстық, бірақ оның ішіндегі салқындық кетпейді. Біраздан кейін қақпа ашылды. Ерлан кірді. О, бірден Айман отырған жаққа қарады. Айман орнынан тұрды. Шезде, сізбен сөйлесуім керек. Ерлан сәл таңырқап қалды. Тыңдап тұрмын. Мұнда емес, үйде. Екеуі үйге кірді. Ас үйге барып, үстелдің екі жағына отырды. Айман керең дем алды. Мен бұл әңгімені жалғастырғым келмейді. Ерлан үндемей тыңдап отыр. Қай әңгімені, деді ол. Сіз жақсы түсініп отырсыз. Бірнеше секунд үнсіздік өтті. Сен кешегі сөздер үшін айтып отырсың ба, деді Ерлан. Иә. Неге? Айманның даусы қатайып шықты. Өйткені бұл дұрыс емес. Тағы да сол сөз. Өйткені солай. Айман алғаш рет даусын көтерді. Сіз менің әпкемнің күйеусіз. Бұл үй әпкемнің үйі, ал мен оның сіңлісімін. Ерлан столға қарап отырды. Мен ештеңе істеген жоқпын. Бірақ сіздің сөздеріңіз бәрін өзгертіп жіберді. Ерлан басын көтерді. Сен де бәрін сезіп отырсың. Айман бірден жауап берді. Жоқ. Айман, өзіңді алдама. Мен өзіңді алдап тұрған жоқпын. Ол орнынан тұрып кетті. Мен ертең қалаға кетем. Бұл сөз Ерланға күтпеген сияқты болды. Не? Иә, осымен бәрі бітеді. Ерлан да орнынан тұрды. Қашып кетпекшісің бе? Мен қашып жатқан жоқпын. Мен дұрыс нәрсе жасап жатырмын. Ерлан біраз үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана. Ал егер мен сені жібергім келмесе ше? Айман оның көзіне қарады. Бұл сіздің шешіміңіз емес. Айман. Жоқ, Жезде. Бұл жерде тоқтау керек. Үй ішінде ауыр тыныштық орнады. Сол кезде сырттан қақпа дыбысы естілді. Гүлнар келді. Айман бірден орындыққа қайта отырды. Ерлан да ештеңе болмағандай түр көрсетті. Бірақ екеуі де бір нәрсені түсінді. Бұл әңгімені жай ғана тоқтату оңай болмайды. Өйткені айтылған сөздер енді кері қайтпайды. Ал Айман ертең кетемін деп шешкенімен, сол кеште үй іші бұрынғыдай көрінгенімен, Айманның ішінде бәрі өзгеріп кеткен еді. Ол шешімін қабылдап қойған. Ертең қалаға кетеді. Гүлнар кешкі ас дайындап жүріп, әдеттегідей сөйлесіп отырды. Айман, сен келгеннен бері үйіміз жанданып қалды. Тағы біраз тұрсаңшы. Бұл сөз Айманның жүрегіне ауыр тиді. Апа, мен ертең қайтайын деп отырмын, деді ол. Гүлнар таңырқап қалды. Неге? Жаңа ғана келдің ғой. Қалада жұмыстар бар. Гүлнар басын шайқады. Жарайды, өзің білесің. Ерлан дастархан басында үнсіз отырды. Бірақ Айман оның бұл сөзді естігенін байқап отыр. Түнге қарай бәрі ұйқыға жатты. Айман чемоданын шығарып, заттарын жинай бастады. Киімдерін бүктеп салып жатыр. Ол тезірек кеткісі келеді. Бір кезде есік баяу қағылды. Айман тоқтап қалды. Кім? Деді ол. Мен. Бұл Ерланның даусы еді. Айман есікті ашпады. Не керек? Сөйлесейік. Айтатын ештеңе жоқ. Есік сыртында үнсіздік орнады. Сосын Ерлан тағы да сөйледі. Сен шынымен кетіп бара жатырсың ба? Иә. Неге? Айман ашуланып кетті. Есікті ашып жіберді. Өйткені бұлай жалғаса алмайды. Ерлан есік алдында тұр екен. Біз ештеңе жасаған жоқпыз. Бірақ бәрі соған жақындап бара жатыр. Айманның даусы қатты шықты. Сіз не істеп жатқаныңызды түсінесіз бе? Ерлан үндемеді. Бұл әпкемнің үйі, ал сіз оның күйеусіз. Айманның көзіне жас келіп қалды. Сіз неге бұлай істеп отырсыз? Ерлан баяу жауап берді. Мен ештеңе істеп отырған жоқпын. Мен тек шындықты айттым. Кейбір шындықтарды айтуға болмайды. Үй ішінде ауыр тыныштық орнады. Бірнеше секунд екеуі үнсіз тұрды. Сосын Ерлан төмен қарап. Мүмкін сен дұрыс айтатын шығарсың, деді. Бұл сөзді Айман күтпеген еді. Кейде адам кеш түсінеді, деді Ерлан. Айман ештеңе демеді. Ерлан тағы бір сөз қосты. Мен сені ренжіткім келген жоқ. Ол бұрылып дәлізбен жүріп кетті. Айман есікті жайлап жапты. Жүрегі ауырлап кеткен. Ол төсекке отырып қалды. Бұл жанжал бәрін аяқтағандай көрінді. Бірақ ішінде бір өкініш сезімде пайда болды. Өйткені екеуі де бір нәрсені түсінген еді.
Бұл оқиға басталмай тұрып тоқтағанмен, оның ізі жүректерінде қалып қоятын. Түн тыныш өтті. Таңертең Айман ерте тұрды. Чемоданын алып, есік алдына шықты. Күн жаңа ғана көтеріліп келе жатыр. Аула тыныш. Бірақ оның жүрегі ауыр. Ол бұл үйден кетіп бара жатыр. Айман чемоданын көтеріп есік алдында тұрды. Таңғы күннің жұмсақ жарығы ауыл үйін жарқыратып тұрды. Көшеде тыныштық. Тек алыстан сиырлардың мөңірегені естіледі. Ол соңғы рет үйге қарап қалды. Сол жерде өткізген бірнеше күн ішінде жүрегінде жасырын бір сезім пайда болғанын түсінді. Бірақ оны мойындауға еркі жоқ еді. Ол бұл сезімнің дұрыс еместігін жақсы түсінетін. Сол кезде артынан баяу қадамдар естіледі. Айман бұрылды. Ерлан есік алдында тұр. Айман, деді ол. Сен шынымен кетіп барасың ба? Иә, деп жауап берді Айман. Бұл дұрыс шешім. Ерлан үнсіз тұрды. Содан кейін баяу ғана. Мен саған кедергі жасамаймын. Бірақ бір нәрсені білгім келеді. Сен де мені ұмытпайсың ба? Айман көзін жерге түсірді. Бір сәт үнсіздік. Оның жүрегі дүрсілдеп, біраз уақыттан бері құпияда тұрған сезімін жасырғанын өзіне мойындады. Иә, бәлкім ұмытпаймын, деді ол ақырын. Бірақ біз дұрыс жолдан тайып кетпеуіміз керек. Ерлан басын изеді. Оның көзде біртүрлі жылылыққа толды, бірақ ешқандай қадам жасамады. Айман чемоданын көтеріп, соңғы рет үйге қарап қалды. Содан кейін ауыл жолына шықты. Әр қадаммен ол өткен күндерді есіне түсіріп, өзіне сабақ алды. Өмір кейде қиын таңдауларды талап етеді, бірақ кейде дұрыс шешім жүректің сезімін шектеу арқылы табылады. Автобус келе жатыр еді. Айман отырғанда артқа қарады. Ерландың үйдің қақпасынан оны бақылап тұрғанын көрді. Көздері кездесті. Бұл бір қарапайым көрініс сияқты болса да, Айман үшін мәңгілік естелікке айналды. Автобус қозғалды. Айман өз ішіндегі сезімді жеңіп шықты, бірақ жүрегінде бір жылы жасырын із қалды. Өмір жалғасып жатыр, ал ол енді жаңа таңға дайын еді. Осылайша әркім өз таңдауын жасайды. Кейде сезімдерді ұстап тұру, кейде жүректі босату. Бұл өмірдің өзі.